Жұмыс өнімділігіне байланысты мәтіндік күрделі есептерді шешу тәсілдері. Мұхтар Әуезов айтқан екен, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе ол білім. Сол үшін де білім алып өз дәрежелерінде үнемі жоғарылатып отырыңдар. Жұмыс өнімділігіне байланысты есептерді шығарғанда біз мына негізгі формуланы есте сақтап жаттап алу керекпіз. Өйткені осы формула аясында барлық есептер шығады жұмыс өнімділігіне байланысты. 1 бөлу x дейді. X деп тұрғанымыз бірінші жұмысшының орындаған уақыты. Y деп тұрғанымыз екінші жұмысшының орындаған уақыты, T бірігіп орындаған уақыт. Бұл жұмыс өнімділігіне байланысты есептер қандай болады? Мысалы айтады, бірінші жұмысшы жалғыз өзі жұмысты жалғыз өзі 2 сағатта орындайды, екінші жұмысшы сол жұмысты 3 сағатта орындау мүмкін. Ал екеуі бірігіп істесе қанша сағатта бітіреді деген сонда есеп болады. Сол кезде не істейміз? Орнына қоя саламыз. Міне 1 бөлу x деп тұрмын, 1 бөлу 2 қосылған 1 бөлу 3 тең болады 1 бөлу t. Ары қарай ортақ бөлімге келтіремін. Біріншісі 3-ке, екінші бөлшекті 2-ке көбейтсем, сонда не болады? 5 бөлу 6 тең болады 1 бөлу t. Ары қарай пропорциямен тауып алсақ, t тең болады 6-ны 5-ке бөлемін, 1,2. Сонда екеуі бірігіп 1,2 сағатта бітіреді екен. Енді мына екінші формуланы қараңыздаршы. Екінші формула дәл бірінші формуладан алынған. Егер де мына бірінші формуламен t-ға көбейтіп жіберетін болсам, не шығады? T бөлу x қосу t бөлу y тең 1 болады. Осы жерде қараңыздар, бұл есепте бұл қандай жағдайда қолданылады? Бізге айтады, егер бірінші жұмысшы дейді, жұмысты мысалы жалғыз өзі 2 сағатта орындады, сосын екіншісі оны 3 сағатта орындаса, онда оның қандай да бір бөлігі бітті дейді. Мысалы, көбінесе 1 бөлігі бітті дейді. Немесе айтуы мүмкін 75% бітті десе, онда біз 1-дің орнына аламыз 0,175-ке тең. Мысалы, 30% бітті десе 0,3-ке тең деп алып аламыз. Яғни пайызы 100-ге бөлеміз, айттық қой, алдыңғы тақырыптарды. Солай шығарылады. Енді қазір есеп шығару барысында қолданамыз. Бірінші есепке қараймыз, қай формуланы қолданады екенбіз. Бірінші жұмысшы дейді, бірінші жұмысшы белгілі бір жұмысты 20 сағатта орындайды. Демек, бірінші жұмысшыма x тең 20. Ал екінші жұмысшы сол жұмысты 30 сағатта аяқтайды. Демек, y тең 30. Так, екі жұмысшы бірігіп дейді, t, барлық жұмысты қанша сағатта аяқтайды? T жоқ, ол бізде белгісіз. Енді біздің формуламыз 1 бөлу x қосылған 1 бөлу y тең болады 1 бөлу t. X деп тұрғанымыз 20-ға тең, қосамыз, y деп тұрғанымыз 30-ға тең болады екен 1 бөлу t, яғни табамыз. Ортақ бөлімге келтіреміз екі жағдайды да, сонда бізден біріншісін 3-ке, екінші бөлшекті 2-ке көбейтеміз. Сонда ортақ бөлімі 60 болады, 5 бөлінген 60 тең болады 1 бөлу t. Арғары пропорциямен шығарып жүрсек, мынау t 5-ке көбейтіледі, 61-ге көбейтіледі, 60-ты көбейтем 1-ге бөлем 5-ке, тең болады екен, 12 болады екен. Сонда екеуі бірігіп 12 сағатта орындайды. Міне жауабы шығып тұр. Келесі екінші есеп. Хауыз деп тұрғанымыз бассейн, хауыз 2 шүмекпен 4 сағатта суға толады. Демек, 2 шүмекпен суға толып тұрса, бұл жерде білеміз, біз барлық бірігіп істеген жұмысты сағатты уақытты айтып тұр, ол бізде t тең 4 сағатқа. Егер бірінші шүмек өзі жалғыз хауызды 5 сағатта толтырса дейді, яғни x тең 5 болса дейді, онда екінші шүмек өзі жалғыз қанша сағатта толтырады, яғни y-ті табу керек. Бұл жерде де бір формуланы жазып аламыз. 1 бөлу x қосылған 1 бөлу y тең болады 1 бөлінген t. X деп тұрғанымыз ол бізде 5-ке тең, 1 бөлу 5 қосылған y ол бізде белгісіз табу керек, және 1 бөлу 4. Ары қарай ортақ бөлімге келтірсек, мұнда y-тан мұнда 5-тен береміз. Қалай болады? Y қосылған 5 тең болады екен, 5y тең болады 4-тен 1-ге. Енді пропорциямен көбейтіп жүрсек, 4-ті көбейтеміз y қосу 5-ке, тең болады екен, 5y-ті көбейтеміз 1-ге. Сонда жақшаны ашамыз, 4y қосу 20, тең болады екен, 5y. Ары қарай теңдеу шығарсақ, 5y-тан 4y-ті азайтамыз, y тең 20 болады сонда. Сонда екінші шүмек 20 сағатта толтырады екен жалғыз өзі. Яғни екінші шүмек бұл жерде
жай дамып тұр деген сөз ғой. Келесі үшінші есепті қара. Екі құрылысшы бірігіп, бір пешті 12 сағатта жинайды дейді. Демек, бұнда Т беріп тұр. Т тең 12 сағат. Егер біріншісі 2 сағатта, ал екіншісі 3 сағат жұмыс істесе, онда олардың 20%-ын жинап бітіреді дейді. Бағана екінші формулаға келеді. Әр құрылысшының жеке-жеке жұмыс істегенде пешті қанша уақытта жинап бітіре алатынын тап дейді. Яғни бізге X пен Y-ті табу керек. Мына жерден бірінші сөйлемнен бізде бірінші формуланың орнына қойып аламыз. 1 бөлі X қосылған 1 бөлі Y тең болады екен. 1 бөлі Т дегеніміз 1 бөлі 12 сонда. Дұрыс қой. Енді екіншісі айтады. Егер бірінші 2 сағат жұмыс істейді. Біріншісі 2 сағат жұмыс істесе, үстіне жазамыз 2 сағат. Жұмыс істеп тастаған уақытын үстіне жазамыз. Қосамыз, екіншісі 3 сағат жұмыс істейді. Міне 3 сағат деп тұр. Көрдіңіз бе? Тең болады екен. Жұмыстың қанша 20% бітті деген 20%-ді 100-ге бөлеміз. Бөлігі 0,2. Сосын енді не істейміз? Осыны жүйеге аламыз. Осы теңдеулер жүйесін шығарамыз. Енді бұл жерде бөлшекпен беріліп тұрғандықтан айнымалыға біз жаңа айнымалы енгізейік. 1 бөлі X-ті А-ға тең деп алайық та, 1 бөлі Y-ті Б-ға тең деп алайық. Сонда қалай болады? А қосу Б тең болады 12-ден 1. Біріншісі, екіншісі 2А қосылған 3Б тең болады 0,2. Енді осын жүйені шығарсақ, бірінші теңдеуді 2-ке көбейтіп жіберейік. Сол кезде бізде қосу тәсілімен шығарамыз қазір. 2А қосу 2Б тең болады 12-ні 2-ке көбейткенде 6-тан 1 болады. Екінші теңдеуді сол бет жазайық. 2А қосу 3Б тең болады 0,2. Енді жүйеге алсақ, мына жерде бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтып жіберсек қалай болады? Мына екеуі қысқарып кетеді. Мына жерде 2Б минус 3Б тең болады екен 6-дан 1 минус 0,2-ні 5-тен 1 деп аламыз жай бөлшекпен. Минус 5-тен 1. Сонда бізде не шығады? Минус Б. Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп жүрсек, минус 1 бөлінген 30. Яғни бізде минустар қысқарып кетеді. Б тең 30-дан 1-ге тең. Енді осыдан А-ны тауып алайық. А-ны мысалы мына бірінші теңдеуге қойып таба салуға болады. А қосу Б тең 12-ден 1 болса, А-мыз тең болады екен 12-ден 1-ден азайтамыз 30-дан 1-ді. Ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлімі 60 деп алсақ, 5-тен мұнда 2-ден берейік, тең болады екен 5 азайту 2 бөлінген 60. Бұл жерде менде шығады 60-тан 3. Екеуін қысқартсам, тең болады екен 20-дан 1. Енді бізде А деп тұрғанымыз ол не? А деп тұрғанымыз 1 бөлі X. Мұнда жазып қойдым ғой басында. А деген 1 бөлі X, Б дегеніміз 1 бөлі Y. Енді бұл тең болады екен. А-ның мәнін есептегенде міне 20-дан 1 шығып тұр. Сонда тең болады 20-дан 1. Осыдан біз табамыз X-тен 20-ға тең. Енді Б деп тұрғанымыз не? Ол 1 бөлі Y. Ол тең болады, бізде шықты 30-дан 1 шықты. Осыдан Y-іміз тең болады 30-ға. Демек, бізде X пен Y-ті таптық. Оның жауабы 20 сағат және 30 сағат екен. Келесі төртінші. Екі шебер бірігіп, 2 сағатта жұмыстың 65% бітеді дейді. Яғни екі шебер бірігіп 2 сағат жұмыс істесе, жұмыстың 65% бітеді дейді. Екеуі де 2 сағат істеп тұр. Егер олар жеке-жеке жұмыс істейтін болса, онда бірінші шебер барлық жұмысқа екіншіге қарағанда 3 сағат артық уақыт жұмсайды дейді. Жұмысты жеке-жеке орындағанда қанша уақытта аяқтайтынын табыңыз дейді. Енді қара, екі шебер бірігіп, мынау формуланы қарай, 2 сағатта жұмыс істегенде 65% бітті десе, яғни 2 бөлі X істеді. Екінші шеберде 2 сағат істеді, 2 бөлі Y тең болады 65% бітсе 0,165. Келесі, бірінші шебер барлық жұмысқа екіншіге қарағанда 3 сағат артық уақыт жұмсады дейді. Яғни X тең болады екен, 3 сағат артық жұмсаса, Y-ға 3-ті қосамыз. Енді осыны біз жүйеге алып шығарамыз. Мына жерде алмастыру тәсілі Y қосу 3-ті, мына X-тің айнымалының орнына қоя саламыз. 2 бөлінген Y қосу 3 қосылған 2 бөлінген Y тең болады 0,165-ке. Осы жерде ортақ бөлімге келтірсек, 2Y қосылған 2Y қосу 6. Түсінбесеңіздер айтайын, бірінші бөлшекті Y-ға көбейттім, екінші бөлшекті Y қосу 3-ке көбейттім. Арғармен бірден жаздым, 2-ні Y-ға, 2-ні 3-ке көбейттім, жазып қойдым. Мына жерден бөлімін жазып кетейін, түсінікті болсын. Y көбейтілген Y қосу 3 тең болады екен. 0,165-тің бөлімде 1 бар деген сөз. Еміз пропорциямен былай көбейтіп жіберсек болады ғой. Сонда 0,165 Y-тің квадраты қосылған 0,165-ті 3-ке көтсек 1,195 Y тең болады екен. Мына екеуін қосып алам, 4Y қосу 6. Ары қарай не істеймін?
квадрат теңдеуге келтірем. 0,165 y-ның квадратын жазып қоям. Минус, әжде 4 y-дан 1,195-ті азайтамын. Осы кезде бізде шығады екен 2,105 y. Және минус 6 келеді. Тең 0. Енді дискриминант табам. Осы 2,105-ті көбейтем 2,105-ке, яғни квадратын табам. Менде шығады 4,2025. Ары қарай қосу 4 көбейту А көбейту С ғой, 4-ті 6-ға көбейтем бізде 24, және оны көбейтем 1,65-ке, менде шығады екен 15,6. Енді 15,6-ға қосамын 4,2025, менде шығады екен 19,8025. Енді 19,8025 қайсының квадрат екен тауып алу керекпіз. Енді y1 2 тең болады екен 2,05 плюс минус қазына квадратын тауып аламыз түбірін. И бөлінген 0,65-ті 2-ке көбейткен кезде менде шығады екен 1,3 бөлімде. Так, енді 19,8025 қайсының квадраты? Ол бізде 4,145-дің квадраты екен. 4,145-дің квадраты, яғни түбір шықты. Енді осы санға мен 4,145-ке қосамын 2,05-ті, 6,5, оны бөлемін 3-ке, 1,3-ке, менде шығады бірінші жауап 5 шығады. Енді екінші жауап 2,05-тен азайтамын 4,145-ті, ол 2,4, ол бізде теріс санмен шығып тұр. Минус 2,4 бөлінген 1,3, ол менде теріс сан болғандықтан менде жауабы жоқ, мен тек 10 мәнді ғана алам. Яғни менде y-ті мәні 5-ке тең болып тұр, ал x-тің мәні мына орнына қойсам, 5-ке 3-ті қосам, ол тең 8-ге болады. Сонда жауабы 8 және 5 сағат шығып тұр. Келесі 5-ші есеп. Осындай есептер жиі кездеседі. Қасқыр қойды 6 сағатта жейді дейді. Ал одан жолбарыс 2 есе. Арыстан 3 есе тез жейді. Үшеуі бірге қойды қанша сағатта жейтінін анықта дейді. Яғни бізде үшеуі бірге жейді, яғни тыны тап деп тұр. Бізде алдында жұмыс өнімділігіне байланысты есептерді x пен y-ті ғана алдық қой. Бұл жерде негізі қоса беруге болады. Басқа да жұмыскерлер болса, или қасқыр бар, қара. Сосын не бар? Жолбарыс бар, арыстан бар, 3 ан бар, я? X, Y, Z деп қосайық, тең болады 1/3. Үшеуі бірігіп қанша сағатта жейді дейді, осындағы тыны сұрап тұр бізге, түсінікті ғой. Ал X дегеніміз нешеге тең? X дегеніміз қасқыр қойды 6 сағат жейді, 6 сағатқа тең. Енді екіншісі Y. Мынау қасқыр бізде X болса, жолбарыс Y болса, арыстан Z болсын. Жолбарыс 2 есе тез жейді дейді. Тез жеп қойса ол не болады? 6-ны 2-ке бөлем 3-ке тең болады. Так, Z-тікі айтады, ол Z деген арыстан 3 есе тез жейді дейді. Яғни 6-ны 3-ке бөлем. Мына қасқырдың жегенін 3-ке бөлем, ол тең 2-ке тең. Енді осыны орнына қоя салам, сонда 1/6 қосылған 1/3 қосылған 1/2 тең болады 1/t. Ортақ бөлімге келтірсек, мұнда ортақ бөлім 6-ға тең, 2-ден 3-тен берем. Сонда не болады? 1 қосу 2 қосу 3 жазып қойын барлығын. Бөлімі 6 тең болады 1 бөлінген t. Бәрін қоссам 6-ға тең болады. Сонда 1/t тең болады 6-ның 6-ға қатына сол қысқарып кетеді 1-ге тең. Сонда t тең 1-ге. Яғни үшеуі бірігіп, бізде барлығы бір қойды 3 ан бірігіп 1 сағатта жей алады екен.